Арыс қаласында медициналық инфрақұрылымды дамытуға бағытталған жұмыстар жалғасуда. Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық пилоттық жобасы аясында Арыс қаласына қарасты Қожатоғай ауылдық округінде дәрігерлік амбулатория, ал Монтайтас ауылдық округінде фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Нысандардың ашылу салтанатына Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысы Асхан Мархабайұлы мен Арыс қаласы әкімінің орынбасары Рысдәулет Айтбаев және Арыс аудандық орталық ауруханасының басшысы Марат Асанбайұлы, медицина қызметкерлері мен ауыл тұрғындар қатысты. Әуелі Қожатоғай ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория салтанатты түрде ашылып, нысанның лентасы қиылды. Жаңа ғимаратта учаскелік дәрігер бөлмесі, күндізгі емхана, физиотерапиялық ем қабылдау, дәрігерге дейінгі қабылдау, баланы дамыту, екпе бөлмелері мен тіркеу орны бар. Онан соң Монтайтас ауылдық округінде орналасқан екінші медициналық нысан, фельдшерлік акушерлік пункттің салтанатты ашылуы өтті. Бұл негізінде біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза өзінің тапсырмасымен, жарлығымен осындай тапсырма берген. Негіздегі ауылда тұрған тұрғындарға сапалы, қолжетімді медицинаны жақындату үшін осындай биыл 24 жылда негізде республикамызда 556 осындай объектілер соғылды. Соның 49-ы біздің Түркістан облысымызда. Енді қуанышты сәт, үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені халық үшін, ел үшін осындай қаражаттар бөлінді. Осыны енді бір бөлек бұл ғимараттарды салып болды, құрал-жабдықтармен жабдықталды. Жаңадан бой көтерген фельдшерлік акушерлік пункт тұрғындарға аса қажетті білікті кадрлармен және заманауи медициналық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Аталған нысанда қазіргі заманауи үлгіге сай әйелдерді қарап тексеру бөлмесі, екпе бөлмесі, профилактикалық қарау бөлмесі, дұрыс тамақтану мектебі бөлмесі, дені сау бала, стерилизация, егу бөлмесі, тұрмыстық шаруашылық және дәріхана бөлмелері қарастырылған. Босану жасындағы әйелдер мен жүкті әйелдерді қарап тексеру үшін барлық керекті медициналық құрал жабдықтармен жасақталған. Бұл нысандар жергілікті халыққа сапалы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Мұнда ауыл тұрғындары алғашқы медициналық көмек, профилактикалық тексерулер және басқа да қажетті емдеу шараларын ала алады. Балауса Оспан, Дінмұхамед Әли Әділ, Жантөре Болыс Мұрат, АРТ ТВ жаңалықтары.